Саламатсыздар ма? Бүгінгі пайдалы кеңесіміздің тақырыбы бақбақтың емдік қасиеттері. Пайдалы кеңес өзінің айдаршасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен, Қасен Айдана. Бақбақ кермек дәмді, суық райлы уытсыз болады. Ол адам денесіндегі ыстықты басып, ісікті қайтарады. Өт айдауға да көмектеседі. Бірінші емдік қасиеті. Омырау безі қабынғанда бақбақтан 31 грамын 250 грамм суға бұқтырып қайнатып ішеді. Шөбін жылыдай омырау безге жаншып тартады. Екінші емдік қасиеті. Көздің мүйіз қабаты қабынғанда бақбақ шөбінен 10 грамм, ақ гүлден астра 10 грамм бірге қосып қайнатып, салқындағанда көзді жуады. Үшінші емдік қасиеті. Бадамша безі қабынғанда бақбақтан 15 грамм, ошаған тұқымынан 3 грамм, борпылдақ саңырауқұлақтан 3 грамм, қызылмия тамырынан 3 грамм барлығын қосып бұқтырып ішеді. Төртінші емдік қасиеті. Өкпенің іріңді ісігіне бақбақтан 31 грамм, саранадан 15 грамм, қас бояу тамырынан 15 грамм, нәшпірттен бір дана қосып, барлығын қайнатып, бұқтырып ішеді. Бесінші емдік қасиеті. Өт қалтасының қабынуына бақбақ тамырынан 62 грамм, ақ жусанынан 31 грамм, мысық жалбыздан 15 грамм, лумнан 15 грамм барлығын қосып қайнатып ішеді. Бақбақ сонымен қатар тағы да көптеген ауруларға таптырмас ем болып табылады. Бауырдың сарғаюына, өт қалтасына тас байлануға, есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі. Оның тамырын, шөбін көктем мезгілінде жинап жуып кептіреді. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдырып, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ауырып ем іздегенше менің пайдалы айдаршам арқылы ауырмайтын жол іздеңіздер. Көріскенше сау болыңыздар.